Сәулештің де қалаға келгеніне бір аптадай уақыт өткен. Алматыда оқып жатқан екі қызына күздік қыстық киімдерін алып беру үшін келген бет еді. Қалада тұратын нағашы ағасы Батырдың үйінде жатыр. Негізі Сәулеш осы сұлу Алматыда кезінде студент болып небір қызықты күндерін өткізген. Одан бері де 25 жылдай уақыт зымырап өтіп кеткен екен. Уақыттың өткеніне куә тек бетіндегі ұсақ әжімдері болмаса, сол күндер әлі есінде. Қызығы мен шыжығы мол сол жастық шақтың куәсі болған Алматы ғой. Ол кездегідей емес, қала көп өзгеріске түскен. Зымыраған уақыттың өз талабы, қалауы бар. Сәулеш пен үлкен қызы Айдай және екінші қызы Сәнім үшеуі Алматының орталық базарына келіп жеткенде сағат тілі түскі 3-ті көрсетіп тұр еді. Жалпы Сәулеш пен Мағжан қыздарына қалаған киім-кешектерін алып беріп, қолдарын қақпай өсірді. Айдайға қыстық куртка мен қыстық етік, ал Сұлуға қыстық бас киім мен жылы пальто алмақшы болған. Базар іші ығы-жығы халық. Сатушы мен сатып алушылар да жетерлік. Ақшаң болса, киім-кешектің түр-түрін таңдап аласың. Тек қалтаң көтерсе болғаны. Қалаған тауарыңды осы жерден табасың. Қыстық куртка сататын қатарларды бойлап келе жатқан Сәулештің көзіне шетте тұрған саудагер әйелдің жүзі таныс боп көрінгені. Есіне есімін түсіре алмай тұрып, мынау 45-ші бөлмеде тұрған Дариға емес пе деп, іштей өз-өзімен сөйлесіп, әлгі әйелге жақындап келді. Дариға, бұл сенсің бе? Құдайым-ау, сені көретінде күн болады екен-ау. Дарико деп аңқылдай сөйледі. Әйел болса басын кілт көтеріп, сізді танымадым деп күмілжей берген. Кезінде Каспийде тарих факультетінде бірге оқыдық емес па? Сәулешпін ғой, Көкшетаудан деп, бұл да бастырмалата жіберді. Есіне түсіргені болар. Боже мой, какая встреча деп әлгі әйел құшағын жайып Сәулешке ұмтыла берген. Екі құрбы құшақтасып мәз-майрам күйге түскен. Дариғаның әдемі жүзін әжім торлапты. Тек көзіндегі өмірге деген құштарлық сөнбеген екен. Сәулешка, бүгін менің қонағым боласың. Мына екі қызыңды да қонақ қылайын. Сені тура осы базарда кездестірем деп, үш ұйықтасам түсіме кірмеген еді деп қуаныштан бал-бұл жайнады. Бірінші, мына екі қызыма керек киімдерін алып берейік. Сосын сенімен аттың басын жіберіп, түнімен әңгіме соғармыз деп Сәулеш құрбысына наздана қараған. Керек киім-кешекті де тауып берген Дариға есі шыға қуанып жүр. Дариға Сәулештерді жеңіл көлігімен өзі тұратын мекен жайға алып келді. Қаланың шетіне таман орналасқан екі қабатты зәулім үй өте салтанатты көрінді. Есік алдындағы алуан түрлі гүлдермен мәуелі ағаштар биікке бой соза өскен. Аула ішіндегі жаздық асхана, монша бәрі де ретімен орналасқан екен. Қызыл кірпіштен қаланған үйдің әр бұрышы берекемен бақытқа толы сияқты көрінген. Үйдің іші де сән салтанатты. Ерекше талғаммен жиналғаны көрініп тұр. Кәнеке жайғасыңдар, өз үйлеріңде көріңдер. Қазір шай дәмдеп жіберейін деп Дариға төменгі қабатқа түсіп кетті. Айым мен Сәнім де осындай жанға жайлы мекенге келгендеріне риза. Базарға барамыз деп таң атпай ерте тұрып еді. Өздерінің шаршағанын сезінген Сәулеш те жаны жай тауып рахаттанып қалғаны. Мама, Дариға апай сізбен бірге оқыған ба? Мына үйде тек өзі жалғыз тұра ма? Сонда деп таңданыстарын жасыра алмаған. Анасына сұраулы жүзбен қарады. Балапандарым-ау, ақырын сөйлеңдер. Естіп қалса ұят болар. Оның мәнін өз айтар деп Сәулеш екі қызына ақырын сөйлеп. Көп ұзамай Дариғаның шай ішеміз, Сәулешка, қыздар төменге түсеміз деген дауыс естілді. Төменгі қабаттағы ас бөлмесі де өте кең, үстел үсті тағамның түр-түрімен қайысып тұр. Қою күрең шайды сүйсініп ішкен Сәулештің де жан сарайы ашылып,
Бағанадан бері ауырыңқырап тұрған басының сақинасы да жазылып қоя бергендей. Айдай мен Сәнім бір-екі шыны аяқ шайды ішкен соң жоғары қабатқа көтеріліп кеткен. Әңгімені Сәулеш бастады. Дарико, сен оқу бітірген соң өзіңнің туған жерің оңтүстік өңір Мақтаарал ауданына кеткен едің ғой. Содан бері не хат хабар алыспаппыз деп бір ұзақ әңгімеге шақырғандай болған еді. Иә, Сәулеш, сол жас кезімізде бәріміз өмірдің бұралаң соқпағымен қиын жолдары болатынын сездік пе? Біз алмайтын асу қамал болмайтындай көрінетін. Жастық шақтың қайраты мен қызуы барда өзіңді бір керемет сезінесің емес пе? Сәулеш, мен саған кешке жатқанда өз тарихымды айтып беремін. Қазір қазанға ет салып қояйын, дем ал. Шаршаған боларсың деп мерілене қарады Дариға. Жуынып шайынып алсаң душ бар. Қаласаң ауладағы моншаны қыздырайын деп ас түсіне түскен құрбысына риза болды Сәулеш. Жоғары көтерілсе, екі қызы пысылдап ұйқыға кетіпті. Таңертең ерте тұрғызып еді оларды. Дариға жас кезінде өте көңілді, маңайына жүрген адамды күлкіге қарқып жүретін қыз еді. Өзінің адамды магниттей тартып тұратын қасиеті бар еді. Әйтеуір жігіттерде соны айналсақтап дос болуға құмартын. Дариға керемет сұлу болмаса да көрікті, қылықты қыз еді. Үнемі күліп жүретін осы қызды жатақханадағы студенттер қатты сыйлайтын. Онымен дос болуға бәрі ниеттеді. Киімдері де сонша қымбат болмаса да, оның тал бойына жарасып керемет болып көрінетін. Жазғы каникулда студенттер өз елдеріне, туған ауылдарына асықса, Дариға Алматыда қалып жұмыс істеп, киім-кешегіне қажет ақшасын тауып еңбек етуші еді. Алған стипендиясын үнемдеп, жұмсап, үйренген қыз барға қанағат етіп өмір сүретін. Ал ол кезде Сәулештер қымбат та сәнді киінуге ұмтылатын. Үйдегі жалғыз қыз болғандықтан Сәулештен ата-анасы ақша аяп көрмепті. Ай сайын ақша салып, посылка ет салып, еш тарықтырмапты. Басқа отбасыларда осылай болар деп ойлайтын Сәулеш ол кезде. Тұрмыстары төмен жандар туралы еш ойламапты ғой. Баршылықта өскен адам жоқшылық дегенді біле ме жас кезде? Солай зымырап студенттік жылдарда өте шықты. Сәулеш өзінің Көкшетауына кетті. Басқаларда еліміздің түпкір-түпкіріне жол тартқан. Осындай ой құшағында жатып Сәулештің көзі ілініп кетіпті. Бір кезде Сәулешка, балапандар, төменге асқа келіңдер, тағам дайын деген Дариғаның даусын естіп, ұйқысы шайдай ашылып кеткен еді. Асханадан шыққан піскен еттің дәмді иісі мұрын жарады. Стол үстін тағамдарға лық толтырып тастаған құрбысының қонақжайлығына риза болған Сәулеш: Дарикош, осы көрсетіп жатқан құрметіңе мың рахмет. Алладан қайтсын, ризамын деп құрбысын құшағына алып, қатты-қатты қысып, бетінен өпкен. Сәулешка, сені кездестірем деп ойлаппын ба? Сені осы дәм қой базарға айдап келген деп Дариға да шаттанып бүркілген еді. Ет желініп, сорпа ішіліп болған соң Сәулеш ас қайырып, осы шаңыраққа құт береке бірлік тілеген. Дариға болса, сендерді енді бір-екі күнсіз жібермеймін. Шер тарқатып бір әңгімелесейікші деп қиыла қарағанда Сәулеш те жоқ дей алмады. Тек ағасы Батырдың әйелі Жазираға телефон шалып, ескертіп, өздеріне алаң болмауларын өтінген. Әй, бүгін бір аттың басын жіберіп әңгімелесейікші деп Дариға да қуанып қалды. Кешкі шайды ішіп, душ қабылдап, ұйқыға кетер уақытта болды. Әңгімелері таусылар емес, бірін-бірі қатты сағынып қалыпты қос құрбы. Сәулеш өзін алаңдатып отырған сұрақты қойды. Дариғаш, осы үйдің қожайыны кім? Күйеуіңді айтам деп күмілжіп қалған еді. Ол бір тарих әңгіме, тыңдасаң айтайын деп құрбысы да тамағын кеней өз әңгімесін бастап кеткен. Институтты бітірген соң әр қайсымыз әр жаққа кеттік емес пе? Тура бір алдымыздан
өмір бізге өз сыйын ұсынып қарқ қылатындай арман мен үміт адамды өмір бойы жетелеп жүреді екен-ау. Мен өзімнің туған жерім оңтүстік өңіріне келіп, тура өзім оқыған мектепте тарих пәні мұғалімі болып орналастым. Менің анам менің 15 жасында өмірден өткен. Әкем сол қарапайым шаруа адамы. Отбасында мен, әкем, жалғыз бауырым бар. Қарапайым қазақтың отбасымыз. Алып бара жатқан дүние байлығымыз жоқ. Кезінде әкем балшықтан соққан 4 бөлмелі үйіміз бар. Аз-маз мал болды. Біздің жақта негізінен мақта өсірумен айналыспады ғой. Таңның атысымен кеш батқанша әкем мақта суарып, баптап, күнге қақталып жүргені. Бейнеті қалың еді әкеміздің. Ел құсап, қыдырып, не бір қалаға, шипажайға барып көрмепті. Сол қу тірлікпен өмір сүрді. Ал анам Балжан өте көрікті, пысық әйел болған. 3-ші баласын туу кезінде қайтыс болды. Артында інім екеуміз жетімек болып қала бердік. Мен мектепке орналасып, алғаш айлық алғанымда әкем қатты қуанған. Менің қызым оқу бітірді, жоғары білімді ұстаз болды деп талай мақтанды. Кейін қайдан білсін, осы қызының 4 жылға сотталып, 2 жыл түрмеде отырарын. Қайран әкем деп өксіп жіберді Дариға. Біраздан соң Дариға бетін салқын сумен шайып келіп, әңгімесін әрі жалғастырды. Өзің білесің, Алматыда жүргенде талай жігіттер сөз салғанымен ешкімге рай бермедім. Бар арманым әкем мен бауырым Жандосты асырау үшін елге оралу болды. Ұстаз ретінде ауыл ішінде, ұжымда да беделім артып келе жатты. Мен келгелі әкем мен Жандостың қуанышы ерек болды. Қарапайым шаңыраққа бақ қонғандай шат-шадыман күйде жүруші едік. Қоғамдық жұмыстарға белсене араластым. Бар білімімді шәкірттеріме берсем деп еңбек еттім. Ол еңбегім зая кетпеді. Аудандық, облыстық конкурс, олимпиадаларда оқушыларым жүлделі орындар иеленді. Өзімнің де беделім өсе бастады. Өз-өзімді дамыту бағытында семинар, конкурстарға қатысып, тәжірибе жинақтай еңбек еттім. Мектептегі карате секциясына жазылып, өз-өзімді жаттықтыра дамыта бастадым. Менің анамның төркіні көрші ауылда тұратын. Анамның шешесі күміс әжем ай сайын келіп, қасымызда болып кетеді. Ал әкем тұл жетім, кезінде детдомда өскен кісі. Бар туғаны біз ұлы мен қыз еді. Бірден ағаш әжем келгенде отбасында үлкен әңгіме болды. Күміс әжем: "Бегәлі, қарағым, ертең Дариғаш тұрмыс құрады. Ал ұлың Жандос оқуға кетеді. Соқа басың сопиып жалғыз қаласың ба? Үйлен, саған ризамыз. Балаларыңды жеткіздің. Енді қасыңда әңгімелесіп шәй ішетін адам керек қой" деп әкемнің бетіне қарады. Әкем күмілжіп төмен қарап отыр. Тура қазір үйленетін кім бар оған? Қазіргі әйелдер байлығыңа, тұрмысыңа қарайды деп әкесі ағынан жарылды қайыненесіне. Содан тура 4 ай өткенде көрші әйел Мәнзураның сіңілісі Шырынның біздің ауылға келе қалмасы бар ма? Жалпы біздің оңтүстік өңірде қазақтан өзбек ағайындар көп тұрады ғой. Өзбекпен құдандаласып кеткенбіз. Өзімізде өзбекше гәпіріп сөйлейміз ғой. Әдеттегідей мектептегі жұмысымнан келсем, үйде Мәнзура отыр. Сөз арасында менің сіңілім келді сонау Ферғанадан. Бауыр деген ыстық қой деп әкеммен сөйлесіп отыр екен. Дариғаны көріп, Мәнзура айылын жия қойды. Сөздің төркіні: сіңілімді алсаң, өзіңді күтеді. Ақ көк деп әкемнің басын айналдырып отыр екен. Ал Дариға болса оның сөзіне мән бере қоймады. Осы бір өсекші өзбек қатынның
сіңілісі қандай екен деп ойлап қойды. Әкесі ұнатса қарсы болмас. Әкем шешеді деп түйді ішінен. Сонымен 2 айдан соң Шырын бұлардың шешесі боп шыға келді. Ферғанадан бай таппады ма екен бұл қатын деп Дариға іштей ыза болды. Басында өгей шешелері өте тәрбиелі, инабатты жан боп көрінгені рас. Әдемі келіншек өте назды, қап-қара қасы мен ұзын кірпігі, қарақаттай көздері, шиде еріні көргенде шыныменен де жан баласы ынтыға қарағандай еді. Қап-қара мақпал шашын төбесіне өріп түйіп қояды екен. Ауылдағы жұрт Бегәлінің қатыны өте көрікті екен. Шалың қатырды, жап-жас келіншекті құшып отыр. Дегенмен аузының салымы бар екен десе енді біреуі. Бишара Бегәліні тотитып тастап кетеді ертең. Бұдан бұрында 3 байға тиген көрінеді. 4 баласы бар екен елінде деп сыпсыңға. Алақандай ауылдың әңгімесі Бегәлінің сұлу әйелі болған. Дариға бұның бәрін естіп жүрсе де, әкемнің өз өмірі бар, араласпайын, артын бағайын деп сабырмен жүрді. Желбуаз қатындар, енді жас әйелі Бегәліге бір ұл туып берсе бопты деп балашқан. Дариғаның уақытының көбі мектепте өтеді. Тәрбие жұмысының шет-шегі әсте болмайды-ау. Қысқа қарай Шырынның Ферғанадағы ағасымын деп еңгезердей өзбек жігіті келген. Есімі Шафқат. Қарындасын іздеп келген түрі екен. Жездесі Бегәлінің үйінде қыстырылысып жатқанына 3 айдың жүзі болған. Не істеп жүрген жан, о жағы белгісіз, тек өзі айтқандай бау-бақша егетін диқан көрінеді. Біз қазақтар секілді емеспіз. Көктем, жаз, күз бойы тер төгіп еңбек етеміз, қыста демаламыз деп жырқ-жырқ күлген. Осы Шафқатты Дариға иттің етінен жек көріп кетті. Дариғаны көрсе аузынан суы құрып мөлие қарайтын бопты, көзі сүзіліп. Өзі тар үйде табақтай боп жатып алғанына ызасы келді Дариғаның. Шафқаттың бір арам ойы бар екенін сезген еді. Бірде түн ортасында ұйықтап жатқан еді, әлдекімнің бетіне тиген ыстық лебінен оянып кеткені. Қараса Шафқат оған төніп келе жатыр екен. Тез ойланып үлгерген қыз қос аяқтап тура еркектің жанды жерінен бір тепкенде семіз өзбек шалқалай құлай берген. Атып тұрған Дариға суырмада тұрған үлкен қайшыны алып Шафқаттың кеудесіне сұғып алғанын біледі. Одан арғысы кинолентасындай тез-тез өте берген болатын. Азан-қазан болған үй, бақырған Шырын, мең-зең күйде тұрған әкесі, екі көзі аясынан шығып қарап тұрған бауыры, жандос бар білері осы. Дариғаны қамауға алды. Бір ай уақыт болды. Бір кісілік камераға қамалған қыз торғайдай панасыз еді. Не әкесінен, не бір туысынан хабары жоқ. Ешкіммен жолықтырмайды. Ауыл адамдары да осы бір оқиғадан шошынып, үрейленіп қалған болатын. Әлде кімдер Шафқатқа сол керек, қызды зорламақшы болды десе, қайсы біреуі Дариғаның өзі кінәлі де, бұл үшін көзін сүзбесе бұқа жібін үзбейді деп сәуегей сығып жатты. Сонымен сот болып Дариғаны 4 жылға түрмеге қамаған. Суық қарумен адам өлтірмекші болды деп прокурор қатайып отырып алған. Ал әкесі адвокат жалдауға қажетті қаржысы болмай, қолынан ештеңе келмей қалып еді. Ақшаның құдіреті осындайда керек екен-ау. Солай Дариға Алматы маңындағы Жауғаштыда әйелдер колониясында өз жазасын өтеп жатты. Түрмеге де үйренді. Адам 40 күннен соң тозаққа да үйренеді демей ме? Тек артында қалған әкесі мен бауырын ойлап кейде жылап алушы еді оңашада. Түрменің өзінің жазылмаған заңдары, тіршілігі бар. Шыдасаң шығасың, сынып кетсең құрбан боласың.
Камерадағы 4 әйелдің 4 түрлі тағдыры бар. Жасаған қылмыстары да әртүрлі. Бірі Дариға сияқты арын қорғап түрмеге түссе, бірі балаларын асырау үшін ұрлық жасаған. Ал біреуі өмірін тозаққа айналдырған күйеуін өлтіріп қойған. Ал ана бір семіз әйел Надя болса, ақша жымқырып торға түскен. Әртүрлі қылмыс, әртүрлі тағдыр. Түрмедегі әйелдер Дариғаға училка деп ат қойды. Оның өткен өмірін қолмен қойғандай сақылдатып отырған әйелдер Дариғаны сыйлай бастағанда еді. Өз намысы ары үшін қылмысқа барған қызға олар жанаши қарайтын. Дариғаның қарапайым мінезі оның басқалардан дара етіп тұрды. Өткен аптада бауыры Жандостан хат алып, көп жаңалықтан құлағдар болған Дариға не қуанарын, не жыларын білмеген. Өгей шешелері Шырын мен Шафқат ерлі зайыптылар екен. Өзбекстанда Шафқат дүкен тонап, кассадағы ақшаны ұрлап, бой тасалап Қазақстанға келген екен. Шырынның кәсібі бойдақ жігіттерге байға тиіп, барған үйін тонап, қашып кетумен айналысу екен. Сөйтіп жүргенде олар осы Мақтааралға келген екен. Солай Өзбекстан полициясы Қазақстандық әріптестермен байланыс орнатып, іздеу жасағанда екеуін тапқан. Екеуіне де Өзбекстанға апарып жаза кескен, соттаған. Хаттың мазмұны осы болды. Бұл жаңалыққа Дариға не қуанарын, не жыларын да білмеді. Жауаштыдағы әйелдер колониясының бастығы Әсем Ахмет қызы Дариғаның ісін қайта қарауға жіберді. Көп ұзамай қуанышты хабар да жетті. Дариға 2 жылдан соң бостандыққа шығып, бостандықтың ауасын құныға жұтып, өксіп жылап жіберді. Бостандыққа шыққан Дариға әкесімен телефон арқылы сөйлесіп, өзінің қуанышты хабарын жеткізген. Әкесінің дірілдеген даусынан оның жылап тұрғанын сезді Дариға. Өзінің осы Алматыда қалатынын, осында жұмыс іздейтін туралы хабар етті. Әкесі қызының бұл шешімін құп көрді. Солай Дариғаның үлкен қаладағы өмірі басталды. Бұрышты жағалай жүріп, бір орыс кемпірдің тар үйшігіне квартирант боп кіріп келді. Өзі талай жүрген көшелерден өзінің өткен өмірі, студенттік шағының елесін көргендей болған Дариға енді өзіне жұмыс іздеуге кіріскен. Әрине, мұғалімдікке ешкім қабылдамас. Басқа жұмыс болса мейлі, әйтеуір күнкөрісіне жететін ақшасы болса болады. Сөйтіп жүргенде өзі сияқты тағдырдан теперіш көрген қыз Олямен танысты. Оля дегеніміз Орынкен деген қыз, сонау Маңғыстау өңірінен келген. Оқуға түсе алмай қалада жүргеніне 5 жылдай уақыт болыпты. Оля өгей шешесінің теперішіне шыдай алмай, пойызға отырып Алматыға тартып кеткен екен. Дариға орыс кемпірді көндіріп, қасына Оляны тұрғызып алды. Өзімен сырласатын, мұңдасатын адам керек еді Дариғаға. Дар қапас түрмеде отырып шыққан қызға сырлас болар құрбы керек. Адамның күні адаммен екен-ау. Өмірде адамның қадірін білмейміз-ау, деп топшылады Дариға. Солай құрылыс алаңындағы жұмысына шыққан. Дариға мен Оляның міндеті даяр болған пәтерлердің сылағын жүргізу, тазалық, ішкі жұмыстар еді. Айлықтары да өздеріне жетеді. Бір қабат киім кешектерін алып, демалыс күндері театр, киноға барып мәз болып өмір сүріп жатты. Дариғаның арманы бауыры Жандосты оқуға түсіру, тіпті әкесін де осы Алматыға көшіріп алу еді. Әдеттегідей пәтерлерге сылақ жұмысын жүргізіп, құрбысы екеуі әр нәрсені айтып мәз-мәйрам болып жатқан. Бір кезде олардың бригадирі Сансанич келіп, мына жұмыстарың сапасыз, сендерге айлық түсірмеймін деп, қоқиланып шыға келмесі бар ма?
Осы шикіл сары орыстың әбден ызасы өтті қыздарға. Үнемі тырнағасынан кіріздеп маза бермейтін болды. Бұнымен сөзге келсең, ертең алатын айлығыңды жырым-жырым етіп берекесін кетіреді. Сан Санич өзін осы құрылыстың құдайындай сезінеді. Тәкаппар мінезі бар, бәлеқор адам ғой. Бұлар оның сөзіне мән бермей жұмыстарын жалғастыра берген еді. Бригадирдің жынына тиіп кетті білем. «Эй, ты, зечка, я кому говорю» деп, дүрілдеп, Дариғаның қасына жақындай берген. Әбіржіп қалған Дариға не айтарын білмей аңтарылған сонда. Әлгі қояншық бригадир болса, қабырғаны бір темірді алып қопара бастаған. Жасаған еңбектері еш болған қыздар жылап жібере жаздады. Іштей ызадан қалшылдап кеткен болатын. Сол кезде әлде біреудің: «Ты, Сан Саныч, потухни, эш ты какой герой. Если еще раз это повторится, то будешь иметь дело со мной» деген жуан даусын естіп, қыздар да, бригадир де аңтарыла қалды. Дауыс шыққан жаққа жалт қараған қыздар осы бригадада краншы болып істейтін Альберт деген неміс жігітін көріп, ауыздарын ашып қалған. Ұзын бойлы жігіт жұдырығын түйіп алған. Ал бригадир Сан Саныч мүләйімсіп күліп ыржаңдай берді. Осы күннен бастап Альберт бір жақын адамымызға айналды. Бізді көрсе амандасып жүретін болды. Тіпті осы жігіт маған ұнай бастағандай ма еді? Ол да мені көрген жерде «Дарико, қалайсың?» деп қуанып қалатын болған. Жаңа жылдың мерекесі де жақындап келеді. Жаңа жылдың ерекше бір жаңалық күткендей асыға күтудедік. Бұл менің түрмеден шыққаннан бергі алғаш жаңа жылым, деді Дариға әңгімесін жалғастыра. Оля екеуміз шағын ғана пәтерімізді безендіріп, өзімізге арнап мерекелік стол жасап әлекпіз. Мерекелік столымызға пәтер иесі Вера әжейді де шақырдық. Сағат тілі түнгі 12-ге 10 минут қалған еді. Оля даладан үйге асыға кірді. «Дарико, сені бір көрікті жігіт далада күтіп тұр» дегенде, мен ол кім болды екен деп ойланып қалдым. Есік алдына шыққанда көргенім Альберт еді. Қолында бір құшақ гүл, сыйлықтары бар. Альберт маған күліп тұрды. «Дариға, сіз маған асыл жар болуға қарсы емессіз бе?» дейді. Мен оған не дерімді білмей сасқалақтап қалдым. Басында жай қалжыңы болар деп мән бермедім. Үйге шақырдым. Сағат тура 12-ні соққанда бәріміз бір-бірімізді құттықтап стол маңына жайғастық. Пәтер иесі Вера әжей де мәз. Бізге өзінің жаңа жылдық тілегін айтып бәйек болды. Ал Альберт болса бағанағы сөзін тағы қайталап қоя бермесі бар ма? Оля мен Вера әжей де «Соглашайся, он тебя любит. Дай Бог вам счастье» деп тілек білдірді. Осылай мен Альбертке өз сөзімді бердім. Оның ұсынысын қабыл алдым. Көп ұзамай біздің үйлену тойымыз болды. Ауылдан әкем мен бауырым келді. Ал нағашы әжем өзі келе алмаса да маған батасын беріп ризашылығын жеткізіпті. Альберттің үйі Алматының қасындағы Есік қаласында. Анасы Емма мен әкесі Виктор, олардың балалары қазақша таза сөйлейді екен. Кезінде сонау Еділ бойынан жер аударылып келген неміс отбасының қазақтың кең даласынан пана тауып, қазақ халқының ақ пейіліне риза болған отбасы еді. Ұлы Отан соғысы кезінде Емма мен Виктордың ата-аналары жер ауып келген еді. Отбасын қазақтар шеттетпей қарсы алып, бір тілім нанды бөле жеген. Үлкен әжелері өле-өлгенше қазақ еліне деген ризашылығын
айтумен болды. Тойда қазақша салтпен өтті. Беташар, құдаларға арқан керу, шашу, ұлттық салттар, кәделер орындалды. Альберттің бір қарындасы мен екінісі бар екен. Олар бүгінде өз алдына бір-бір үй болған. Бір қызығы, олардың жұбайлары да қазақ ұлтынан көрінеді. Бүгінде Альберттің өзінің құрылыс компаниясы бар. Беделді басшы ретінде елге танылған. Ал Дариғаның орталық базарда сауда нүктелері бар екен. Анда-санда барып нұсқау кеңес беріп тұрады. Қызы Сәния адам дәрігері, күйеу баласы Бектас мұнай саласында инженер. Ұлдары Арман металлург, заводтың инженері. Үйленбек ойы да бар екен. Немерелері де жегілдеп өсіп келеді. Бұл жолы Сәуленің Альбертпен танысуға реті болмады. Күйеу бала іссапармен Норвегия елінде екен. Бауырым Жандос пен әкеңнің жағдайы туралы айтшы деген Сәуле тағатсыздана. Жандос ауыл шаруашылығы маманы, агроном. Осы Есік қаласында тұрады. Келінім Жәмила осы Алматының қызы. Олардың 3 баласы өсіп келеді. Ал әкем сол немерелерінің қызығын қызықтап өмір сүруде. Шүкір, жағдайлар жақсы, деді Дариға. Сәуленің көзі бөлмедегі кітап сөрелеріне түсті. Жиналған кітаптарға түсті. Кітаптардың көбі қазақ тілінде екен. Соның ішінде қазақтың белгілі жазушысы Мұхтар Мағауиннің «Бір атаның балалары» повесіне түскені. Соғыс кезінде қазақ ауылына келіп пана тапқан кіп-кішкентай ұл Зигфрид Зекеннің өмірі суреттелмей ма? Қазақ ауылындағы қара сирақ ұлдар басында Зекенді қабылдамай, сен фашистсің деп, оны ойнатпай жылатып қоя береді. Бір күні ыза болған қазақтың қарашалы атқа мініп, Зигфрид Зекенді ойнап жүрген бір топ қазақтың балалардың ортасына топ еткізіп түсіреді. Сондағы шалдың айтқаны: сендер бір атаның баласыңдар, адам атадан тарадыңдар демей ма? Содан кейін ауыл балалары Зекен Зигфрид пен бір үйдің баласындай болып кетпей ма? Адамның бәрі бір адам ата Хауананың перзенттері емес пе еді деп іштей күбірлей бердім. Оқыған тоқығаны жоқ қазақтың қара шалының көрегендігіне, парасатына тәнті боласың. Ал мына ғылым мен техника, өркениеттің дамыған заманында неге адамдар мейірімсіз, без бүйрек боп барады екен деген сұраққа жауап таппай терең күрсіндім.